Сәлем балалар, мен Барыс. Бүгін біз бірге EVH роботына алғашқы бағдарлама жасауды үйренеміз. Қызық болады, дайынсыңдар ма? Осы сабақтан кейін сендер роботқа өздерін бағдарлама жаза аласыңдар. Есте сақта, кілт сөз бағдарлама. Оны 3 тілде біліңдер. Қазақша бағдарлама, орысша программа, ағылшынша программа. Бағдарлама деген не? Ол роботқа айтатын нұсқаулар тізбегі. Мысалы, мен Аю Барыс тұр, жүр, тоқта деп айтсам, робот соны орындайды. Дәл сол сияқты біз роботқа командаларды блоктар арқылы береміз. Енді назар аударыңдар. Бұл роботтың жүру алгоритмі. 3 қадам. 1. Старт. 2. Елік жылдамдықпен 10 секунд жүру. 3. Тоқтау. Осы 3 блокты қатар қойсаңыз, робот өзі жүріп кетеді. Қандай оңай? Ал енді сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, бағдарлама деген не? Екінші, роботты қозғалтуға арналған қандай блоктар бар? Үшінші, блок пен режимнің айырмасы неде? Төртінші, жүру уақытын қалай көрсетесіңдер? Кім біледі, қол көтерсін. Барыс тыңдап тұр.